Сәлем баршаңызға. Бүгін кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге алдымен тауықтың етін блендерлап аламыз. Өткізіп. Блендерлап алдық. 500 грамм тауықтың еті, төс еті. Енді жуамызды да осы блендерден өткізіп аламыз. Ұсақтап. Ұсақтап алдық, өткізіп. Енді бұны фаршымыздың үстіне қосамыз. Енді 500 грамм тауық еті, бір жуа, сосын 1 шай қасық бұрыш, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка үшеуін саламыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Еще 1 жұмыртқа жарамыз. Жарып 1 жұмыртқаны. Енді осыны араластырамыз. Жуаны ұсақтасаңыздар да болады, ұсақтап турасаңыздар да. Мен блендермен өткізіп аламын. Ұсақтасаңдар шамалы қоюлау болады да, мынандай сұрамайды. Маған осылай ұнайды. Енді осындай фрикаделкемізді осылай тарелкаға істесең тез-тез істелінеді екен. Арасын ашып қойсаңыздар болады. Осылай майға қуырамыз тауық етін. Астын үстіне ауыстырып. Енді біздер саңырау құлағымызды турайтын боламыз. Сақтап турап аламыз саңырау құлағымызды. Пока тауығымыздың еті қуырылып жатыр. Соған дейін саңырау құлағымызды тураймыз. Сыртын жақсылап тазалап аламыз саңырау құлағымызды. Егер қуыратын болған кезде саңырау құлақтың дымқыл тряпкамен сүртіп алсаңыз болады, сыртын сосын тазалайсыз қабығын ашып. Бір қасық томат саламыз. Және үстіне саңырау құлағымызды салдым. Енді жақсылап араластырып. Үстіне сливки құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сливки құйғаннан кейін. Сливкидің 20% болса да, 33%, 35%, қандай болса да бола береді. 250 грамм сливки құйдым үстіне. 1 ас қасық томат салдым. Енді бұны араластырып, үстіне тұз бұрышын саламыз дәміне қарай. Сосын 20 минут бұқтырамыз бұны. Кешкі асымыз дайын болды. Осындай дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Эльмира.